Көкшетауда тұрып осы жерде болмасаң, сенде әлі 2 аптадай уақыт бар. Көкшетаудан 80 км, ал Астанадан 380 км жерде осындай әдемі маусымдық сарқырама бар. Бұл жер үлгілі сарқырамасы немесе зеренді сарқырамасы деп аталады. Сарқырамаға жету үшін Көкшетау-Атбасар трассасына шығамыз. Зерендіге жетпей, оң жаққа бұрылып, тағы 30 км жүреміз. Біз түгес қолданып бұл жерді тез таптық. Кіру тегін. Соңғы рет бұл жерде 2021 жылы болғанбыз. Сол кезде адам аз еді, ал бүгін барғанда таң қалып қалдық. Адам көп. Осында таңертең және жұмыс күндері келуге кеңес береміз. Адамдар осында палаткамен келеді. Балаларға арналған батуттар, пони, аттар, түйелер бар. Бүркітпен де суретке түсуге болады. Қазір қар еріп сарқырама ағысы қатты. Маусымдық сарқырама болғандықтан сізде 2 аптадай уақыт бар. Келіп үлгеріңіз. Осы видео пайдалы болса, лайк басып сақтап қойыңыз. Досыңа жіберуге де ұмытпа.